Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге венский вафлидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін қараңыздар. Өте нәзік, жұмсақ вафлидің рецептін көрсететін боламын. Ең алдымен разрыхителімізді ұнымызға қосып аламыз. Одан кейін жұмыртқамыз бен қантымызды қосып араластырып алатын боламыз. Үстіне үй температурасындағы сұйық майымызды және де сүтімізді қосып араластырамыз. Ұнымыз бен разрыхителімізді екі бөлікке бөліп қосатын боламыз. Бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Дайын болған тестамызды арнайы қызып тұрған вафли пісіретін аппаратымызда пісіріп аламыз. Яғни мен үлкен ас қасықтан 2 ас қасық қосып дайындадым. Бетін жауып 5 минуттай тосатын боламыз. Дайын болған вафлиларымызды өздеріңіздің қалауларыңызбен әрлесеңіздер болады. Өте жұмсақ, нәзік вафли таңғы асқа дайындап берсеңіздер өте тез дайын болады. Және де менің каналымнан қандай видеолардың рецепттарын көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей біздің өте нәзік, жұмсақ венгерский вафлиміз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.